Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіз. Бүгінгі мына келіп жеткен Наурыз мейрамы құтты болсын. Ұлтымыздың мерейін өсіріп, бар болмысымызды айшықтайтын қасиетті Наурыз мерекесі елімізге әрбір отбасына бірлік пен қуаныш, құт береке, бақыт пен молшылық әкелсін. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Әз Наурыз мерекесі құтты болсын. Бүгінгі мына видео рецепті қабыл алыңыздар. Бұл наурыз көжені әр өңірде әрқалай дайындайды. Менің әдісіммен жасап көріңіздер, дәмі керемет болып шығады. Және де комментарийге өз өңірлеріңізде қалай жасалады, соны бөлісе кетіңіздер. Видеода нақты әрі түсінікті етіп жасадым. Әр қайнаған кезде суы азайып отырады, сондықтан қайнаған су қосып отырыңыздар. Жалпы 7 литрдай су кетеді осы мөлшерге. Жаңағы дәнді дақылдарымызды бөлек ыдыста барлығын қайнатып алсаңыздар болады, жеке-жеке. Жаңағындай мен сияқты осындай бірме-бір салып қайнатып отырсаңыздар болады. Ең алдымен етіңіз, қазыңыз сүрленген болуы керек. Көжеңіздің дәміне дәм береді, дәмі керемет болып шығады. Көжеңіздің құрамын өзіңіздің қалауыңыз бойынша әзірлесеңіз болады. Мен де осындай қылып жасадым. Мен сіздерге осылай ұсына аламын. Және де оңтүстік бізде өңірде осылай жасайды. Кеспек қосылады, негізі мен қосқан жоқпын. Кеспек қоссаңыздар да болады. Етіңізді әбден жұмсақ болғанша қайнатып пісіріп алыңыздар. Сонан соң оны бөлек ыдысқа суытып қойыңыздар, турауға ыңғайлы болады. Осы рецептпен жасап көріңіз, сізге ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын. Әлі де менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта мен сіздермен керемет рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Подписация мәзірін басып, қоңырауша белгісін басуды да ұмытпаңыз. Мен әр салған жаңа видеоны сізге хабарлап отыратын болады. Видео рецептім сіздерге ұнаса, лүпіл басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Және де өз достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Сіздермен болған салтанат, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today